Assalomualaikum ko'pchilik. Assalomualaikum YouTube'dagi Atajurt AQSh arnasi, Facebook'dagi Atajurt Қазақ Human Rights Serikjan Birleşik paraqchasi. Өлі ароннан қазақ бийлиги қорқып отыр. Аронды қалай жерлемек? Аронды біздің бийлик айтылған, жариялаған уақыттан 3 сағат, 4 сағат, тіпті мүмкін 5 сағат бұрын аталмыш Аронның отбасының тырнақша ішіндегі туыстарының талабы бойынша жерледік деп аяқ астынан жалған ұлтшылдар, титушкалар Аронның айналасына топталып алған, кембінің тапсырмасын орындайтын өтірік ұлтшыл, өтірік белсенді болып, өтіріктен шал кет деп айғайлап жүрген, яғни үруге рұқсат алған лицензионный иттер, аңырауға рұқсат алған лицензионный есектер, тақиялысы тақиясызы бар, бәрі жиналып алған. Әдемі сөйлеп, енді солар халықты алдап, аяқ астынан Аронның, жақынның, туысының, тағы біреуінің талабы бойынша деп жарияланған жаназа уақытынан бұрын Аронды жерлеп, белгісіз жағдайда аталмыш ешкім білмейтін туыстарының қатысуыменен, ешкім көрмеген салт дәстүрменен жерлейді. Нағашыбай Есмырзаның өлімін сөйтіп жөнелткен. Нағашыбай Есмырза Қазақстанның Facebook желісінде аса танымал ұлтшыл демократ болатын. Желіде мені Серікжан Біләшті қатты қолдаған кісінің бірі еді, марқұм. 2019 жылы Наурыздың 5-ші күні менің апелляциялық сотыма қатысқанда сот залында тұтқиылдан қайтыс болды. Басына қан құйылды. Сол сотқа келе жатып ең соңғы постын жазды. Ол постын маған арнап жазды. Күресімді тоқтатпа деген шабыт берген маған. Ал ұлтшыл демократ Нағашыбай Есмырзаны біз айтылған, жарияланған уақытта жаназасына қатыспаққа барған кезімізде нағыз Атажұрт еріктілері, киембінің титушкалары, өтірік ұлтшыл, шын мәнінде киембінің жалдамалылары, өзім арулап, өзім жуып, өзім тазалап, өзім жерлеудім, міне өстіп, өзім Құранын оқыдым деп, Құранын оқып, ант суын ішіп отырған. Жиналған жұрттың барлығы Нағашыбайдың жаназасына қатыса алмай қалды. Бұл ұлттық қауіпсіздік комитетінің советтен қалған ескі технологиясы. Қазір Нағашыбайдың сол жерлеу кезіндегі сол Нағашыбайға қолданған тактиканы Аронға қолданбақшы. Қазіргі жарияланған уақытына сенбеңіздер, одан тіпті жарты күн бұрын жерлеп тастайды. Сондықтан Аронның қарындасынан күні бұрын сөз алыңыздар. Тіке қандай да біз білмейтін туыстар немесе серіктер болса, олардан сөз алыңыздар. Олар сөйтіп ойын ойнайды, сөйтіп жиналған халыққа күні бұрын жоқ жерленіп кетті деген хабар таратады. Кім халық қайда барарын білмей дағдар. Сондықтан менің үндеуім былай. Барлық Шаңырақ тұрғындары, Алматы тұрғындары, Алматы маңындағылар аталмыш Аронды жерлейтін уақыттан бұрын, 4-5 сағат бұрын Аронмен қоштасатын жерге, сол жерге, туыстардың жеріне, тағы бірнеше жерге, ұлтшылдар жариялаған жерге барып күні бұрын машинамен күзетіңіздер. Белсенді ұлтшыл азаматтар, журналистер, Аронның туыстарынан, тіке туыстарынан сөз алыңыздар. Киембінің бопсасына сен Аронды белгісіз, елеусіз жағдайда көміп тастауға келіспеулерін қатаң ескертіңіздер. Халық жиналмайынша жаназа немесе жерлеу мұрасымы өтпеуі керек. Бұл бір. Екіншісі, мейлі Арон жерленіп кеткеннен кейін, мейлі халық жиналып жерленгеннен кейін, немесе киембінің ескі методикасымен жерленгеннен кейін де Алматы қаласындағы желтоқсан алаңында, яғни республика алаңында Аронның шығармаларын оқитын, әдемілеп, мәнерлеп оқитын, Арон туралы еске алу сөзін сөйлейтін бірнеше адамнан ұйымдасқан топ болды. Осы топ Жасаран Қуанышәлі ағаның Фейсбугын қосып алыңыздар барлықтары.
Soğusunun uyumdaşlığı menен, ас болуу менен алаңга халык өздүгүнөн жыйналсын. Яғни алаңда халық Аронду еске алуу кешин, Арон менен кошташуу кешин, эл Арондун майыты денеси болсун болмасын, жерленип койсун, убагында немесе бурун кембирдин тапсырмасы менен жерленсин, халык алаңда Аронду еске алуу жыйналысын өздөрүнүн уюштурсын. Барлыктарыңыз желтоқсан алаңына сол Аронду жерлеп кайтсаңыздар да, немесе сиздер барганда элде качан жерлеп болсо да, сиз жаназага катыша алсаңыз да, катыша алмай калсаңыз да алаңда келиңиз. Сөйтүп казактын Аронун тарихта калатындай, эртеңки урпак биздин бетимизге түкүрмейтиндей, Ароннун өлөңдөрүн окуп туруп, Аронду эске алатын баяндамалар жасап туруп, Ароннун эңбектерин калыкка үгүттөп насихаттап туруп, Ароннун руху менен соңку мәрте коштошуп калыңыздар. Аронду өлтүргөн сиз, биз және тутас казак. Батырын 15 жыл түрмөгө каматкан, батырын ауру кылган, түрмөдө барлык корлукту көрсөтүп карап отурган, батыр түрмөдөн чыккандан кийин Улуттук Коопсуздук комитетинин каншер жендеттердин, форма киймеген жендеттердин колуна табыстап коюп үнсүз отурган, батырынын эсигинин алдына барып тепсинип туруп теңдик сурап, батырынын кал жагдайын билүүгө да жарамаган, тек өлгөндө иманды болсун деп өзүн өзү алдайтын калың момун казагым. Эң соңку рет эсиңди жыйып, эң соңку рет Арон менен коштошуп кал. Эскертүү: Ароннун мәйтин сурагалы Калкамандагы мәйиткананын алдына баргандардын тең жартысынан астамы Улуттук Коопсуздук комитетинин жалдамалылары. Өтірік ұлтшыл болып, тақиялысы тақиясызы болып, шариғат айтып, ұлтшыл болып, өтіріктен шал кет деп айғайлап жүргендердің дені Улуттук Коопсуздук комитетине бопсалангандар, сындырылгандар. Ал нағыз ұлтшылдар болсаңдар, ендеше Аронду қалай жерлеу, қалай ұзату мәселесінде бір ымыраға келіп, менің осы ұсынысымды бетке ұстап, ұйымдасып әлеуметтік желіде ең соңғы Аронду шығарып салу мұрасымын желтоқсан алаңында өткізіңдер. Арон туралы әңгімеміздің аяғы әлі жалғасады. Аронду соттатқан кім? Аронның желтоқсан оқиғасындағы рөлі қалай? Аронду соттату кімдерге керек? Қазақтың аталмыш ақиық ақындары мен өтірік ұлтшылдары Аронду соттауда қандай рөл атқарды? Бұл туралы басқа лекцияларымызда айтамыз. Аман сау болыңыздар. Құрметпен Серікжан Біләшұлы, Америка Құрама Штаттарынан қалың елім қазағыма сәлем.